Сайтан серік. Таңертең ерте көшеге шыға қалсам да, түнде жайрақ қайтып келе жатсам да, ол кісіні есігінің алдынан көретінмін. Ол кісінің үйі бізге қарағанда көше жаққа бір табан жақын орналасқан еді. Екі үйден кейінгі ірге көршіміз. Біз орталық көшеге сол үйдің есік алдымен өтуші едік. Ол кісіні жиі көзім шалып жүретіні де сондықтан. Екі адамдық орындықта жалғыз өзі сопиятында отыратын. Ермегі басы. Қай кезде көрсем де жерге қарап тұқырайып алып, шекесін шымши бұрап, әлсін-әлсін қос қолдап, басын шеңбектеп, өзімен өзі әбігер болып отырушы еді. Басына барынта пейілмен кіресетіні соншалық, қасына атпен шауып барсаң да, шалдыр-шылдыр өткізіп шайтан арбамен жетсең де, ол кісі елең етіп қарап та қоймайтын. Тек «Ассалаумағалейкум» деп дауысынды көтере сәлем бергеніңде ғана басын сәл көтеріп, сонда да бетіңе көзін қадамастан «Уағалейкум» деп нарауғана мұрнынан міңгірететін. Ол кісі адам алаламайды. Үлкенге де, кішіге де жаттанды мінезі осы. Өзгелерде қатты қуана да білмейтін адам сияқты. Қай кезде көрсем де осы бір қалыпты мінезі. Анша-мұнша той-домалақтарды да бас көрсете бермейді. Алайда бір-екі сыйлы кісінің жаназасына қатысқанын өз көзіммен көріп қалдым. Осы қалпында басымен алыса жүріп, тұқырайған бойда көп ешкімге жақ ашпастан топпен бірге қара көрсетіп топырақ салып қайтты. Біздің елді мекенде тас лақтырсаң серіктің басына тиеді. Өзге ат құрып қалғандай осы есімді қыздарға да көп қойыпты. Серік аталатын адамды үй басы сайын бірден екіден табу қиын емес. Сіздерге өтірік, маған шын. Келесі көшеде бір үйдің балалары Серік, Серікбол, Серікбек, Нұр Серік, Жан Серік, Серік Нұр, Серікгүл деп аталатын қайтерсіз. Қойшы, әйтеуір біздің ауылды бұл есімнің дәурені жүріп тұр. Менің де әңгімелеп отырғаным осы көп Серіктің бірі. Біздің жерлестер Серік деген есімді бірімен бірі жарысып, қойын қойып алса да, бірінен бірін парықтаудың қиынға соғарын кеш білген көрінеді. Ақыры оларға қосымша ат тағайындап тынған. Қай Серік де қалсаңыз, Қисық Серік, Қыңыр Серік, Шайпау Серік, Шалағай Серік, Шағыр Серік, Бөспе Серік, Әтек Серік, Түлкі Серік, Маймақ Серік, Майбас Серік деп сізге анықтап тұрып айтып береді. Олардың да шамданып шамырқанып жатқан көргенім жоқ. Қай-қайсысын да осылай атасаңыз «А» деп жалтқайды. Алайда біздің көршіміздің «А» деп елең етуі екі талай. Ол кісінің өзінің басымен әбігерленуден қолы тие бермейді. Қасына барып тұрып «Сайтан Серік» десеңіз қалай болар екен? Мүмкін ақырын ғана не деп мұрнынан міңгірлейтін шығар. Бала күнімде Сайтан Серіктің маңына жақындаудан қатты қорқатынмын. Үйдегілер де тамырымды басып алған. Сәл қыңырдық көрсете қалсам, Сайтан Серік келе жатыр деп қорқытатын. Оған да онша илана қоймасам, Сайтан Серік мынаны қарашы, тіл алмай отыр. Мә, келіп алып кетті, бала қылып алшы деп терезе жаққа қарай айғайлайтын. Осыдан кейін-ақ менің еркелігім сап тиіліп, мойынтақ тағылған бұзаудай бола қалатынмын. Сайтан Серіктен қорқатыным сонша көше жаққа аттап баспаушы едім. Ересек балалар да Сайтан Серіктен өздері қорғайтындықтарын айтып, талай мәрте үгіт насихат жүргізген болатын. Алайда еш нәтижесі болған жоқ. Жол жөнекей тарпа бас салса шамаларың жетпей қалады деп, көшеге шығып қайтудан азар да безер болатынмын. Кейін шамалы есейіп, қолғанатқа жарай бастаған кезімде дүкенге жұмсап тіл алдыра алмаған соң, ақыры үйдегілер ол кісінің адам пендесіне қылдай қиянаты жоқ, бейуаз жан екен, оның менің бала қылып алмақ түгілі өзі біреудің қолында бала болып отырғанын айтып түсіндірді. Сөйтіп, ол жақтан еркін жүріп тұруыма үйдегілер өздері жол ашып берді. Десе де басында онша сеніңкіремей, Сайтан Серіктің үйінің қасынан аяғымды тез-тез басып, теріс қарап өтіп жүрдім. Кейін біртіндеп етім үйренісіп кетті. Қорыққан болай тұрсын, ол кісіге жол шыбай бұрылып сәлем беріп өтетінді шығардым. «Уағалейкум» деп көбірлейді де, басымен алысып отыра береді. Шынымен де жан пендесіне қиянаты жоқ адам екен. Өмірдегі барлық өкпе реніші тек басына кетсе керек, кейде құйқасын сыпырып алып тастардай ақ болып жұлқылап отырады. Сол кезде жатсам тұрсам жұрттың бәрі неге бұл кісіні Сайтан Серік дейді? Сайтанмен қандай қатысы бар бұл бейуаздың? Бейшараны Сайтан деп сүреңсіздеткенше бейуаз Серік немесе бас Серік деп неге атамай аспаушы едім?
Ересек балалар да Сайтан Серіктен өздері қорғайтындықтарын айтып, талай мәрте үгіт насихат жүргізген болатын. Алайда еш нәтижесі болған жоқ. Жол жөнекей тарпа бас салса шамаларың жетпей қалады деп, көшеге шығып қайтудан азар да безер болатынмын. Кейін шамалы есейіп, қолғанатқа жарай бастаған кезімде дүкенге жұмсап тіл алдыра алмаған соң, ақыры үйдегілер ол кісінің адам пендесіне қылдай қиянаты жоқ, бейуаз жан екен, оның менің бала қылып алмақ түгілі өзі біреудің қолында бала болып отырғанын айтып түсіндірді. Сөйтіп, ол жақтан еркін жүріп тұруыма үйдегілер өздері жол ашып берді. Десе де басында онша сеніңкіремей, Сайтан Серіктің үйінің қасынан аяғымды тез-тез басып, теріс қарап өтіп жүрдім. Кейін біртіндеп етім үйренісіп кетті. Қорыққан болай тұрсын, ол кісіге жолшыбай бұрылып сәлем беріп өтетінді шығардым. «Уағалейкүм» деп күбірлейді де, басымен алысып отыра береді. Шынымен де жан пендесіне қиянаты жоқ адам екен. Өмірдегі барлық өкпе реніші тек басына кетсе керек, кейде құйқасын сыпырып алып тастардай-ақ болып жұлқылап отырады. Сол кезде жатсам тұрсам жұрттың бәрі неге бұл кісіні Сайтан Серік дейді? Сайтанмен қандай қатысы бар бұл бейуаздың? Бейшараны Сайтан деп сүреңсіздеткенше бейуаз Серік немесе бас Серік деп неге атамайды екен деп жиі ойлайтынмын. Бұл сұрақты бір күні менен 5-6 жейде бұрын тоздырған немере ағама қойып ем. «Қазір одан қорқып жүрмеген шығарсың?» деді ол бірден сұрақ қоя сөйлеп. «Жоқ, қорықпайым» дедім мен кеудемді көтере. «Ендеше әңгімелесіп көргенде шығарсың» деді ол да қазбалап. «Әңгімелесуге де бола ма?» деппін мен таңданысымды жасыра алмай. «Болғанда қандай? Жібереді ол әңгімені. Сонда білесің ғой оның қандай Серік екенін» деп қалды ағам. Бірде көше жаққа қарай өтіп бара жатыр едім, Сайтан Серіктің қасында бір жігіт сілесі қата күліп әңгімелесіп тұр екен. Секең басын жылмалап қойып әңгімені жіберіп отыр. Мен ішімнен мына кісі шынымен де тілін тапқан адаммен сөйлеседі екен ау деп таңданып өттім. Неге екенін білмеймін, сол күннен бастап ол кісімен сөйлесіп көруге аңсарым ауа бастады. Ақыры тағы сол немере ағама келіп, ол кісіге әңгіме айттыру үшін не істеу керек деп сұраған едім. Сол да сөз болып па? Онда тұрған не бар екен? «Әй, осы сен нағыз сумидың өзісің» деп жазғырып алып, онымен әңгімелесіп қайтпек едің деп бетіме таңдана қарап. «Жай» дедім мен, жер тепкілей тұрып, кібіртпей жауап қайтарып. Ағам әрмен қарай қазбалап сұрап жатпады. Жай барақат қана бас аяғыма тінте қарап алып, «Ендеше күрделі ештеңесі жоқ. Ол да біз сияқты екі аяқты пенде ғой. Амандасып болған соң қасына барды, үнсіз жайғас. Ол шамалы басымен алысып алсын, сұрақ қойып мазалап алма. Сәл шыдай тұрсаң, ол өзі-ақ «Иә, батыр, әңгіме айт» деп міңгірлеп сөз бастайды. Сен бірдеңелерді бастап мыжып кетіп жүрме тегінде. «Жоқ аға, сіз айтыңыз, әдейі сіздің әңгімеңізді тыңдау үшін келіп отырмын» дей сал. «Менің ба?» дейді ол. «Иә, сіздің» дейсің. Болды. Бар болғаны осы ғана. Әрмен қарай әңгіме тыңдайтын адамның бейнесін танытып үндемей отыра бер. Сосын ол өзі-ақ «Баяғыда» деп әңгімесін бастай жөнеледі. Содан кейін оны тоқтатып көр деді ағам мардымсып. Ақыр ол кісімен әңгімелесудің сәті де түсті. Бір реті келгенде ағамның айтқандарын айнытпай орындап, Секеңнің алдына барып үнсіз жайғастым. Шекесін шеңбектеп, басын жылмалап 5-10 минут арпалысты. Мен де табжылмай күттім. Айтқандай-ақ көп күттірмеді. Басын жұлқылауын сәл саябырлатқан Секең «Иә, батыр, әңгіме айт» деп қарлығын күнімен мұрнын міңгірлей тіл қатып. «Жоқ аға, сіз айтыңыз, әдейі сіздің әңгімеңізді тыңдау үшін келіп отырмын» дедім ағам айтқандай мүләйімдік танытып. «Менің бе?» деді ол кісі тұңғыш рет бетіме тура қарап. «Иә, сіздің» дедім мен де міз бақпастан ағамның үйреткен сөзін айнытпай қайталап. Секең менің бас аяғымды көзімен бір шалып өтті де, еңкейіп алып басымен жалғасты алса жөнелді. Мен ішімнен әлгі ағамның айтқандарының бәрі айнымай келіп еді. Мен нені дұрыс істемедім екен, Мына кісі әңгімені бастағанның орнына әдетінше басымен алысып кеткен несі деп ойлана бастағанымда сол еді. Секең басын жұлмалауын тоқтата қойып, әңгімесін бірден бастай жөнелді. «Баяғыда тепсе темір үзетін жас болдық қой. Денсаулық бар, қол аяқ балғадай. Шаршау дегеннің, ауру дегеннің не екенін білмейтінмін. Тамыз айы кезет. Сол жылы
Жаз жаңбырлы болды да жер қатты көктеді. Қорадағы азын-аулақ малдың қамышын ағаш арасынан шалғымен шөп шауып кешірек қайтқан едім. Үйге келсем, апам 2 күн болды сиыр өрістен оралған жоқ деп отыр екен. Сауын сиырдың уақытсыз уақытта бұзауын іздемеуі көңіліме күдік ұялата қалды. Біз қасқа сиырды өрісте жүр деп отырғанда, біреу-міреу айдап кеткен болып жүрмесін, әйтеуір ай жарық қой, не де болсақ төңіректі бір шолып келейін дедім де, атқа жайдақ міне салып абақ-сабақта өріске тартып кетті. Тақымымдағы шабдар жирен мың салса бір баспайтын шабанның шабан етті. Әйтеуір арбаға жуас күй таңдамайтын көміс болған соң бірнеше аттың ішінен текедей таңдап, қысы-жазы қорада ұстайтынбыз. Оны мен тепеңдеп, ауыл сыртына шығып болғанша күнде толық батып үлгерді. Мен сиырдың өрістен қайтадан жолына қарсы жүріп отырдым. Ойым, қырдың қияғын әбден тойып алған сиыр үйге жете алмай, санап басып, табан аударып келе жатса, алдыма салып қаға жөнелу болатын. Алайда, мен күнді сиыр жайылатын дөңгелекшіге дейін бардым. Сиыр түгілі мал түлігінің қарасы көрінбейді. Сосын дөңгі шығып биіктен көз жүгіртейін деп, тақыр төбеге қарай тырмысып бара жатқаным сол еді, арт жағымнан мөңіреген сиырдың үні естілгендей болды. Атымның тізгінін тартып тоқтай қалдым да, құлағымды түрдім. Шегірткемен белгісіз құстың үнінен өзге дыбыс құлағыма шалынбады. Атымды ең теміне беріп едім, мөңіреген сиырдың үні тағы айталанып, тоқтай қалдым. Әлгі дыбыс тағы жоқ. Сәл тыңдап тұрдым да, атымды тебіндім. Ат аяғын алдыға салар салмастан сиыр тағы мөңіреді. Бұл жолы сиыр үні өте жақын жерден анық естілді. Жан жағыма қарайым, ештеңе көрінбейді. Неде болса төбеге шығып алып, бірақ қарайын дедім де, атымды тебіне қамшылап, тепеңдеп төбеге шықтым. Шабдар жиреннің басын тартып төңірекке айнала көз жүгірттім. Ай сәулесімен сағымданған далада қараң еткен жан иесі көрінбейді. Не ойлап кеткенім әлі күнге есімде жоқ. Әйтеуір бір нәрсе ойлап кетіппін. Кенет атым қорс ете түскенде ауып түсіп қала жаздадым. Шабдар жирен өркіп, желе жөнелді. Өмірі желмейтін жылқының аяқ алысының жиілегені мені таң қалдырды. Бір сұмдықтан сезіктен артыма қарағаным сол еді, сопиып тұрған аппақ сиырға көзім түсті. Ойсыл қара тұқымы түнде жалғыз жүрмейді ғой. Оның үстіне түсі де аппақ. Оның сайтан екеніне еш күмәнім болған жоқ. Атымды төпелеп қаша жөнелдім. Ана пәледен құтылсамшы. Мөңіреп қойып ізіме түсіп келеді. Шабдар жирен желсе, ол да желеді, аялдаса, ол да аялдайды. Сөйтіп әлгі сайтан менің соңымда таң атқанша жүрді. Астымдағы атымды есі ауысып кетсе керек, ауылға қарай қашпай ең далаға тарта беріпті. Таңға жуық оның да әбден дығыры құрып, төбеге ұрғандай тұрды да қалды. Мен сиыр болып көрінген ақ сайтанды анық көрдім. Аузы көбіршіп, көзі құтырған сиырдың көзіне ұқсап қанталап тұрады екен. Бірақ рет қарадым да, әрмен қарай басымды көтеруге де шамам келмей қалды. Аттың жалын құшақтап жатып алдым. Таң атып, жерге жарық түсті. Әлгі сиыр қасымда әлі тұр. Оны жүрегім сезіп жатыр енді. Пышылдаған үні де анық естіліп тұр. Бір кезде сиыр атты келіп сүзгендей болды. Бұдан әрі не болғанын білмеймін. Көзімді ашсам, жерде жатырмын. Ауылдың жігіттері қасыма келіп тұр екен. Әлгі сайтан мені құлатып тастап, атты жетелеп кеткен сияқты. Пәледен зорға құтылған шабдар жирен түске таяу үйге барыпты. Ат барған соң менің бір пәлеге душар болғарамды топшылаған жұрт іздеп шығып кешкі салқын түскенде бірақ тауыпты мен деп бір әңгімесін аяқтаған соң ол басымен тағы әбігер бола жөнелді. Мен тұрып кетуге ыңғайлана беріп едім, Секең екінші әңгімесін бастап та кетті. Тұрып кету тым ыңғайсыз, амалсыздан қайта орнығып отыра қалдым. Баяғыда әкемді, шешемді тіркез болатын. Мен әлгі ақ сиырды көргеннен кейін көп уақытқа дейін түн баласы сыртқа шықпайтын болып қалдым. Көктем кезет, әкем бір жақтан қатты ауырып келді. Аттың жүрісіне зорға шыдап жеткен екен,
үйге кірген бойда бүк түсіп жатып қалды. Шешем тамағын істеп қойып түннің бір уағына дейін күткенін қайтейін, шайға да тәбеті болған жоқ. Төсекке шешем екеуміз көтеріп жатқыздық. Әкемнің атты суарып жем беріңдер дегенге ғана шамасы келді. Шешем көршіміздің баласын маған қосып ат суаруға жібермек болып еді, олар тап сол күні ерте жатып қалыпты. Өзен ауылдың іргесінде ғана оның үстіне аспан шайдай ашық, ай сәулесі тегіс жайылған дала сүттей жарық етті. Бойымды бір күш билеп, оңаша жүріп қайтқым келді. Шешем бірге барайын дегеніне көнбей атты суаруға өзім жалғыз тартып кеттім. Шешем, мінбей ақ қой, түн ішінде оқыс боласың, мына тұрған жер ғой, жетелеп барып кел деді. Мен я сөйтем дедім де, атты көршінің үйінің далдасына апарып мініп алдым. Жануар әбден шөлдеген екен, өзенге бара бас қойды. Көп аттар суда аяғымен тарпып, болмаса ағасына қарсы жүзіп ішеді ғой. Ана жануардың ондайға шамасы келген жоқ. Еріне суға тигеннен ақ жабысты да қалды. Жұтып жатыр. Өзен бойында бақалардың шулаған үні құлақ тұндырады. Аттың жалынан ұстап алып, соларды тыңдап тұр едім. Арт жағымнан біреу серік деп қатты дауыстады. Артыма жалт қарадым. Ешкім жоқ. Жан жағыма көз жүгірттім. Менен басқа адам баласы көрінбейді. Атымның басын тартып кетуге оқтала бергенім сол еді. Өзеннің қарсысынан біреу ап-анық серік деп қалды. Өзен таяз еді. Мені танып қорқытайын деп тұрған біреуме, не де болса көрегетейін деп қарсы бетке өтіп шықсам, біреу анандай жерде қашып бара жатыр екен. Ара-тұра ауылда мал жоғалатынды шығарған. Сондайды ұйымдастырып жүрген ұры қарылардың бірі болмасын деп тұра қудым. Жеткізсеш. Аяғы аяғына тимеген бойда 2 қырқа асып үлгерді. 3-ші қырқадан асып бара жатқанын анық көргенім. Іле-шала артына қуа шықсам көлеңкесі де көрінбейді. Адам болса, бұлай алыстап кете қоятын жөні жоқ. Оның үстіне тақыр даланың қай жеріне бой тасалайды. Жол бойында бір түп ши де жоқ. Ішім бір сұмдықты сезе қойды да, дереу үйге қайтуға ыңғайландым. Артыма бұрылып қалсам, әлгі адам аппақ болып сорайып қарсы алдымда тұр. Сылқ-сылқ күледі. Сайтан екенінде дау жоқ. Өте аппақ. Оның үстіне ұзын жіп-жіңішке. Тебінсем, атым ауылға қарай аттап басар емес. Ақыры аттың тізгінін бас ауған жаққа жібере салдым да, қамшыны бастымай кеп. Әлгі ақ адам қалар емес. Бірде жоқ болып кететті, аяқ астынан қасымнан пайда бола қалады. Көзімді ашсам, қасымда әкем отыр. Сайтан мені аударып тастап атты мініп кеткен сияқты. Таң атқанға дейін шапқылап, қан сорпасын шығарыпты да, жерге жарық түсімен жібере салыпты. Шешем бүкіл ауылды аттанысқа келтіріп, түнімен мен іздепті. Таңғы жуға әкемде шамалы тәуір бола бастаса керек, далаға шықса, қыр жақтан шауып келе жатқан атты көріпті де, тыныстаған секең басымен қайта әбірлене бастады. Осы кезде біздің үй жақта мен іздеген үндер естілді, мен ол кісінің баяғыда деп басталатын келесі әңгімесін тыңдауға үлгермей атып тұрып, үйге қарай ұшырттым. Бәрі дастархан басына жайғасып алған екен. Мен есіктен кірер-кірместен әкем, қайда жүрсің үй? Тамақ уақытында адам деген үйге қайтпаушы ма еді деп зілсіз үнімен ұрысқан болды. Менің әкеме жауап беруге аңғайланғаным сол еді. Жеңгем алдымды орап, бағана мен дүкен жақтан келе жатқанда сайтан серіктің аузына қарап аңырып отырған. Қазір де сол жерден келген шығар деген сол еді. Оңайшылықты адам баласына дауыс көтере қоймайтын әкем маған қарап, шамалы түрін бұзып, онда нең бар ей сенің? Онсыз да басы қатып отырған бейшараның мазасын алып деді. Жай естейін деген едім, дедім мен міңгірлеп. Нені естімексің? Оның баяғыда деп басталатын оншақты әңгімесін бе? Деді әкем маған сұрауды көзін қадап. Шынымды айтсам, әкем маған бұлай ұрыспайтын. Үрей ме, ыңғайсыздану ма білмейм, бойымды бір қалыпсыздық биледі. Әке, кешіріңізші, ендігәрі ол кісіні мазаламайым дедім жалыныш үнмен. Сәл үнсіздіктен кейін әкем сабасына түсті білем, жайма шуақтап сөзін жалғастырды. Ол да бұл күнді тілеп алған жоқ. Құдай басына салған соң шарасыз көніп отырған бейуаз
Әйтпесе ол да бір үйдің алақанына салып отырған жалғыз ұл екен. Тіл көз болды ма, кім білсін. Азамат болып ат жалын тартып мінген тұсында сергөздейім деп, уақытсыз уақытта үйден шығып кетіп далаға түнеп қалыпты. Бірдеңеден қатты қорыққан сияқты. Содан бастап жарым ес болып қалған жан екен. Оған тыныштық керек. Сен бүгін оны сөйлетіп, жүйкесін әбден жұқартып кеттің. Есесіне ол енді 2-3 күн бойы күн-түн демей тоқтаусыз сөйлейді де, ең соңында әбден діңкесі құрып, жығылып тынат, деді әкем кейіп. Осы кезде кешкі асты алдымызға келе қалып, әкемнің әңгімесі үзіліп қалды. Менің тамаққа да тәбетім тартпады. Қандай қателік жасағанымды әкемнің әңгімесінен кейін ғана түсініп, өзімді қатты жек көріп барам. Әлсін Серіктің үй жағына қарап қоям. Ол бейуаз шынымен де өзімен өзі сөйлеп отыр. Әттеген-ай, бекер-ақ әңгіме айттырған екем дейм.